Сәлем тапқыр достар, бүгін менің каналымда кім тапқыр ойыны. Бүгін сіздермен бірге суретте берілген қазақтың ұлы даналарын тауып көрейік. Бірінші сұрағым. Бұл өте оңай деп ойдамын. Бұл Қазыбек би, қазақ халқының ұлы үш биінің бірі. Дауысты Қазыбек би. Ендеше екінші сұрағым. Бұл бізге кім деп ойлайсың? Абай Құнанбаев, ұстаз, ақын, ағартушы, сазгер, аудармашы, қазақ әдебиетінің негізін салушы Абай Құнанбаев. Үшінші сұрағым. Бұл кім деп ойлайсың? Дұрыс айтасың, бұл Ыбырай Алтынсарин, аса көрнекті ағартушы, жазушы, ұстаз Ыбырай Алтынсарин. Ал енді төртінші сұрағым менің. Бұл кім деп ойлайсың? Бұл бізде Бауыржан Момышұлы, қазақтың әйгілі әскери қолбасшысы, ұлы отан соғысының жазушысы Бауыржан Момышұлы. Бесінші сұрағым. Бұл кім деп ойлайсың? Суретте кім бейнеленген? Бұл Төле би, қазақ халқының шешен, үш жүздің басын біріктірген Төле би. Алтыншы сұрағым. Суретте кім бейнеленген деп ойлайсың? Шәкәрім Құдайбердіұлы, ақын, жазушы, тарихшы Шәкәрім Құдайбердіұлы. Сіз білгенсіз бе? Бұл менде жетінші сұрағым. Кім деп ойлайсың? Өз ойынды жеткіз. Бұл Әйтеке би, қазақ халқының үш биінің бірі болған. Сегізінші сұрағым. Бұл кім деп ойлайсың? Хандардың бірі. Сен білесің бе? Бұл Керей хан, Ақ Орданың басқарған орыс ханның ұрпағы. Тоғызыншы сұрағым. Бұл кім деп ойлайсың? Суретте кім бейнеленген? Суретте Абылай хан бейнеленген, қазақ халқының 18-ші ханы, шын есімі Әбілмансұр. Сіз білдіңіз бе? Ал ендеше 10-шы ең соңғы сұрағым. Бұл Кенесары хан, саяткер, дипломат ретінде 300-ді өз ту астына біріктірген хан. Кім тапқыр ойыны осымен аяқталды. 10 сұрақтың қаншауына дұрыс жауап бердің? Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар.